Ередің-ау азаматы ең еңселі, қимай жатыр сұма жалға ел сені. Есіткенде жаман хабар тосыннан тұла бойым өкініштен теңселді. Жүргізушең айтуға оңай хабарын, көз алдымда жылы жүзді қабағың, күтушеді қарекетті тағатсыз жігер қойған саңлауына сананың. Баршагүл Оразалиева Бейсен Абайұлына деген ішіндегі сағынышын, мұң қайғысын осылай жыр арқылы шығарған еді. Журналистиканың бақ жұлдызы, жарқыраған бір жұлдыз атанған тұлға 1971 жылы дүниеге келді. Тек Алланың өлшеп берген ғұмыры аздық етті. 49 жасында жарқ етіп сөнді, жұлдызға айналды, келмеске кетті. Қолаңызда 49 түп жеміс ағашын өсіріпсіз. Не себепті? Себебі үлкен жаным. Бейсен Құранбек деген осы елімізге танымал, қарапайым болса да өте кең жүректі бір туар азамат болған. Ол өте керемет жан еді. Сондықтан ол 49 жасында бұл дүниеден өтіп кетті. Бейсеннің денесін шығаратын күні қатты жаңбыр жауып тұрды. Міне сол жаңбырдың арасында 49 түп жеміс ағашын алып, Бейсенім, сен жердің астына түсіп кетсең де, осы ағаш жердің астынан өніп шығып, жемісін беріп, халқыңа сенің жолыңды жалғап, ары қарай жалғастырады деген ойменен сол күні кешке шейін 49 түп кішкентай өрік, шие, қарақат ағаштарын отырғыздым. Соны күн сайын баптап, жаңағы қарағанның нәтижесінде 6 жыл болды қазір кереметтей өсіп, жемісін бүкіл халқына шегізіп жатыр. Әркімнің өз бейсені бар. Бірі оны ұстаз ретінде тұлға көрді, бірі әріптес ретінде құрмет тұтты, енді бірі замандас ретінде қадірледі. Қалайша үлгі тұтпасын, артына рухани мол мұра қалдырған арда азаматты қазір бәрі сағына еске алады. Бейсен Құранбек қандай тұлға еді? Бейсен Құранбек Алаштың, қазақтың көгінде жарқ ете қалған жұлдызды тұлға. Жұлдызды тұлға болатыны, ол өзінің бар өмірін журналистика деген құдіретті сөз өнеріне, халықпен етене араласатын мамандыққа арнады. Сол жолда қолынан келгеннің бәрін жасады. Міне сондықтан да біз Бейсенді жарқын, ерекше тұлға деп мақтан тұтамыз. Бейсен ағаның қоғамдағы орнын қалай бағалайсыз? Бейсен ағаң халқым деп келді, халқым деп өмірден өтті. Қарекет, айтуға оңай деген хабарлар арқылы халқына қызмет етті. Халқына қызмет еткені сол, өмірден зәбір жапа көрген, әділетсіздік табалмай жүрген, көздерінің жастары құрғабай жүрген адамдарды телеперед хабарға шақырып, соларды бүкіл Алаш жұртында керек десеңіз жарты әлемге жайды. Сөйтіп жүріп, күндіз түні жұмыс жасап жүріп, жалындап еңбек етті, жалындап еңбек етіп жүріп, сол жалынға өртеніп, өмірден де өтіп кетті. Сіз білетін Бейсен Құранбек қандай жан еді? Нағыз маман ретінде бізді шыңдалуымызға көмектесті, септігін тигізді. Енді телеарнада тек қана о кісінің шәкірт ретінде ғана жүрдім ғой, ал бірге үзеңгілесіп жұмыс жасай алмадым. Өте өкінішті әрине. Тағдырдың жазғаны солай болды. Десе де телеарнамыз Бейсен ағаның арқасында, сол кісінің басшылық еткен кезінде Тұмар ұлттық телевизиялық байқауында жүлдегер атанған болатын. Бұл шоқтығы биік байқау. Сол байқауда 5 жыл салабарға өзім де жеңімпаз атандым. Әрине бұл сол о баста Бейсен аға салған жолдың, сол кісі көрсеткен, үйреткен, берген тәлімінің арқасы деп білемін. Бейсен Құранбек қарапайым өмір сүрді. Сол ғұмырында үлкен тарих жасап кете алды. Эфирге жол тартқан айтуға оңай, қарекет сынды хабарлар халық жүрегінен ойып тұрып орын алды. Жетімнің көз жасын сүртті. Мұқтаж жанға қолдау білдіре алды. Шәкірттерін де осы жолға тәрбиеледі. Облыстық Жетісу телерадио компаниясының тік тұруына да өлшеулі үлес қосты. Біз де дәл сондай тұлғадан үлгі алсақ, мақсатымыз айқын болатыны сөзсіз. Міне, арда азаматтың адамдық болмысы, жүріп өткен жолы. Қарекет етіңіздер, өйткені қарекет түбі берекет.